Ассалаумалейкум достар. Бүгін Автолайк каналы көптің сұранысы бойынша Агро Бизнес Қазақстан орталығына келді. Burada келу мақсатымыз достар, ауыл шаруашылық техникаларын түсіруге келдік. Біз қазір ішке кіріп менеджермен прайс-лист алып осы техниканың бірсыпыра бағаларымен таныстырып шығатын боламыз достар. Бұл жерде Беларусь маркасының сан алуан түрлері тұр. 80 маркалы трактордан бастап. Қазір қарап өтсек, бұрадағы ең үлкен трактор 122-1 маркалы трактор. Ең үлкені бізге осы арада жолыққан трактордың осы болды. Одан кейін дополнительный установка техникаларға, погрузчиктер және соқа тағы басқа техника құрал жабдықтарымен танысып шықтық достар. Егер сіздерге осы агро техникалар қажет болып жатса, болмаса осы ауыл шаруашылық техникалар керек болып жатса, осы міне менеджердің нөмірін қалдырып кететін боламыз достар. Бұл жердің адресі Темірлан тас жолы 100/1. Достар, осы жерге келіп өздеріңізге техникалардың саналмаған түрін қарап, және де кредитке болмаса лизингке қарап көруге мүмкіншілік қарастырылған достар. Burada енді мен техниканы өзім атыма оформить етіп алмағаннан кейін точно сұрақтарыңызға жауап бере алам деп айта алмаймын. Өйткені менеджер нөмірін тастап кеттік. Егер түсінікті болатын болса, мынау менеджердің бізге шығарып берген графигі, қанша құю керек, қанша жылға, соның бәрін түсіндіріп бізге тастап кетті. Достар, біздің Автолайк каналына тіркеліп, видео соңында ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар достар. Басқа қандай ұсыныстарыңыз бар, каналдың астына комментарийға тастап кетсеңіздер, бұйыртса сол жайында түсіретін боламыз. НТС 82. Полный түсіріп өтеміз. Тағы да бір 82. Бұның бәрі Агро Бизнес Қазақстан орталығында. Прайс-лист қолымызда. Бір таныстырып шығуға келдік. Бағаларын сұраныс осы көп спецтехникаларға түсіп жатыр. 9.550.000 жігіттер. Егер білмейтіндер болса, қарап көрсеңіздер болады. Burada лизингке және кредитке қарастырылған. Бұл бағалар еще өзгеруі мүмкін жақын арада. Сол үшін егер трактор алам деп ойларыңыз болатын болса, қарап көрсеңіздер болады, көп ұзатпай. Қазір байқап отқан шығарсыздар, бәр нәрсе көтеріліп жатыр. Енді жаңа техника, оның асырып айтатын ештеңесі жоқ деп ойлаймын. Барлығы кеп қарап көрсеңіздер болады. Так, 92. Қазір нарада 92 бағасы жазылмаған екен. Бұнда түсіріп өтейік. 92 бағасы қанша? 920. Прайсте жоқ. 900.800.000 дейді. Қазір телефон нөмірін хабарласып тастап кетеміз. Сол кісілерге хабарласып бағасын толық білсеңіздер болады. Өйткені прайсте көрсетілмеген екен. 92-нің бағасы. Қазір 3.80 тұр нарада. 11 миллион теңге бағасы. 80-нің бағасы 11 миллион теңге. Бұның да жасырып жауып көрсететін ештеңе жоқ. Бәрі жаңа тракторлар. Бағаларымен бір-бір таныстырып шығайық. Қазір іздеп жүргендер болса, көмегіміз тисе қуаныштымыз. Беларусь 320 дейді. Бағасы 5.700.000. Так, одан кейін 82 мың көрдім. Жаңа 9.550.000. 89 10.200.000 дейді. 95 тұр. Қарап көрем десеңіздер. Бір айландырып түсіріп өтейік. 95-тің бағасы 9.900.000.
952 екен. 952. Тракторлардың түрі-түрімен тұр. 80-дер тұр. Егер пресс шегіп жұмыс істетем десеңіздер. Бұның да бағасымен таныстырып кетейік. Қазір 80-нің бағасы 8 миллион 650 мың теңге. Байғарап болын 80-дер. Мынау спецтехника тракторға қосымша установка погрузчик. Қазір бағаларымен танысып шығып жатырық. Бірсыпыра. Бағасы 1 миллион 650 болды. 1 миллион 650 мың теңге. Установка бөлек қой. Установкасы бөлек. Егер қызықтырып жатса, менеджердің телефон нөмірін қалдырып кетеміз, хабарласып көре аласыздар. 1221 қысқаша атауы Тропик деп аталады екен. Енді бұл көлікпен айланысып жүргендер болса білет жобасын. Сонда да бірсыпыра түсіріп өтейік. Кілтін алып оталдырып көруге мүмкіндік болмады. Әйбетпейсіздер, бірақ бағасын так 1221 бағасы 16 миллион 150 мың теңге. Прицептің бағасында көрсетіп кету мүмкіндік бар екен. Қарап жүргендер болса. Енді біздің Автолайк каналының тіркелушілері, подписчиктер осыны спецтехникалар, грузовой автокөліктер түсіріңізші деп өтініш қойған. Достар, барынша осы Түркістан облысы Шымкент қаласынан барынша мүмкіндік туған нәрсенің бәрін түсіруге тырысып жатырмыз. Бағасы 2,5 миллион теңге. Рабочий пайдаланылмаған селка тұр. Бұның бағасы так 3 миллион теңге. Тағы да плюс-минус өзгеретін заттары бар енді. Ол жағын қазір бізге толыққанды айтып түсіндіретін менеджер болмай тұр. Так, достар, осылай. Бүгін Автолайк каналы сіздерге бір ауыл шаруашылығына көмегіміз тисін деген мақсатпен осы Шымкент қаласындағы Агробизнес Қазақстан атты спецтехникалар сату орталығына келдік. Осы арада бағалар таныстыруға барынша тырыстық. Енді достар, осы арада бар маркілердің бәрін көрсеттік деп ойлаймыз.